дәл осы қимылдарды сәтті орындасаңыз, TikTok-тың жұлдызы болдым дей беріңіз. Яғни сіз рехтесіз. Армысыздар, жексенбі күндеріңіз қалай өтуде? Бүгін танымал желі TikTok туралы айтатын боламыз. Кеттік. TikTok 15 секундтық қысқа бейнелер жасауға арналған әлеуметтік желі 2016 жылы пайда болды. Оны 37 жастағы табысты кәсіпкер Джан Иминг ойлап тапты. Бүгінгі таңда оның желі арқылы тапқан табысы 13 миллиард долларды құрайды. Алғашқы атауын Douyin деп атаған, кейін TikTok-та өзгертілген. TikTok әлеуметтік желісі видео мен музыкалық контентке негізделген. Мұнда видеоның фондағы музыкасын тездетуге, баяулатуға және түрлі фильтрмен өңдеуге болады. Желі қолданушылары танымал әндерді синхрондап, қысқа бейнебаяндар түсіреді. Сондай-ақ видеоны жүктеп, басқа әлеуметтік желілерге де бөлісуге болады. Братан, қазір 1 минут кетіп қалсын, қазір шығам, отвечаем. Жоқ, шыққанда, брат, мен де сен сияқты келіп тұрмын. Братан, қазір шығамыз, қазір. TikTok қой просто, брат. Болыңдар. Қазір күн сайын TikTok-тың танымалдылығы мен қолданыс аясы кеңіп келеді. Тіпті танымал Instagram, Facebook желілерімен бәсекелесуге жақын дейді сарапшылар. TikTok қолданушыларының 41% жастар. Желідегі ең көп қаралым жинаған мына видео. Қазіргі таңда TikTok-ты қарапайым халықтан бастап, әнші, блогер, өнер адамдарына дейін қолданады. Жақында ғана желіні шулатқан қазақстандық қойшы балада TikTok-тың жұлдызы. Короче, Алабай, я не хочу с тобой расставаться, но нам придется расстаться. Не целуй меня, не целуй. Я пойду к лошадям, а ты отойди. Дайынсың ба? Мен қатуған деп. Ойбай, сапасы кетті. TikTok түсіруде оңай емес екен. Сіз де TikTok түсіресіз бе? Қолдайсыз ба? Міндетті түрде пікір қалдырып кетіңіз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Дайынсың ба? Мен жаман алыста тұрыппыз.